620-ші есеп берілген ондық бөлшектерді салыстыруымыз керек. Мына екенін салыстырайық. Алдымен бүтін бөліктерін салыстырамыз. Бүтін бөліктері бірдей болып қалды, онда бөлшек бөлігіне көшеміз. Бөлшек бөлігінен үтірден кейінгі бірінші цифры не болады? Ондық үлес. Ондық үлесе бізде 4 деген цифр тұр. Ал неде ондық үлесе 5 деген цифр тұр. 5 үлкен ба, 4 үлкен ба? 5 үлкен. Сол үшін бізде 2,5 үлкен болады. Неге қандай белгі қоямыз? Кем деген белгі қоямыз. Яғни 2,4 кем 2,5-тен. Немесе 2,5 артық 2,4-тен болады. Кеттік ары қарай. 13,13, 13,12 бүтін бөліктерін салыстырамыз. Олар бірдей болып қалды. Онда бөлшек бөліктерін салыстырамыз. Алдымен үтірден кейінгі тұрған нені салыстырамыз? Ондық үлестерді салыстырамыз. Ондық үлестері бірдей болып қалды. Енді жүздік үлестерді салыстырамыз. Жүздік үлес мұнда 3, мұнда 2. 3 үлкен ғой, онда мынау бізде үлкен болады. Сонымен 13,13 үлкен болады 13,12-ден. Ары қарай. 8,17, 9,17 бүтін бөліктерін салыстырамыз. Бүтін бөлік мұнда 8, бүтін бөлік мұнда 9. 9 үлкен ғой. Сол үшін 9,17 түгелімен үлкен болады. Оқимыз. 8,17 кем 9,17-ден. Ары қарай. 16,375, 16,374. Бүтін бөліктері бірдей, онда бөлшек бөліктерін салыстырамыз. Мерде ондық үлес 3, ондық үлес 3. Жүздік үлес 7, жүздік үлес 7, бірдей болып қалыватыр. Мыңдық үлес 4, мыңдық үлес 5, мыңдық үлес 4. Мыңдық үлесі мерде үлкен болып тұр ғой, сол үшін мынау үлкен болады. Яғни 16,375 үлкен 16,374-тен. Бүтін бөліктерін салыстырамыз. Мұнда 100, мұнда 99. 100 үлкен ғой, сол үшін мынау үлкен болады. Яғни 100,100-ден 5 үлкен 99,100-ден. Ары қарай. Бүтін бөліктерін салыстырамыз. 81 бірдей болып қалды. Енді бөлшек бөліктерін салыстырайық. Ондық үлесі, үтірден кейінгі бірінші цифр 0, үтірден кейінгі бірінші цифр 9. Қайсы үлкен? 9 үлкен ғой, сол үшін мынау бізде үлкен болады. Яғни 81,100-ден 9 кем 81,9-дан. Немесе мына екеуін басқаша салыстыруға болады. Қараңдар, үтірден кейін жерде 2 цифр тұр, жерде үтірден кейін 1 цифр тұр. Жерде 2 болу үшін соңына 0 жалғай саламыз. Сонымен 81,100-ден 9, 81,100-ден 90 болып тұр ғой. Сонда 100-ден 9 көп па, әлде 100-ден 90 көп па? Әрине 100-ден 90 көп. Сол үшін жерге осындай белгі қоямыз. Ары қарай. 0,10-мыңнан 4,253. 0,10-мыңнан 4,235. Қайсы үлкен? Әрине мынау үлкен. Себебі бүтін бөліктері бірдей болып қалды. Бөлшек бөліктерін салыстырамыз. Үтірден кейінгі бірінші цифр неде 4, неде 4 бірдей. Үтірден кейінгі екінші цифр, яғни мына ондық үлес, енді жүздік үлеске көшеміз ғой. Жүздік үлес 2, жүздік үлес мұнда да 2. Енді мыңдық үлес мұнда 5, мыңдық үлес мұнда 3 болды. 5 үлкен ғой, сол үшін мынау бізде үлкен болады. Соның жауабы 0,10-мыңнан 4,253 артық 0,10-мыңнан 4,235-тен. Соңғысы 8-шісі. 46 бүтін бөліктері бірдей болып қалды. Енді бөлшек бөлігіне көшеміз. Ондық үлес 4, ондық үлес 4 бірдей. Ары қарай көшеміз. Жүздік үлес 6, жүздік үлес 6 бірдей. Мыңдық үлес 4, мыңдық үлес 6. 6 үлкен ғой, сол үшін мынау бізде үлкен болады. Сонымен жауабы 46,10-мыңнан 4,646 кем 46,10-мыңнан 4,664-тен. 421-ші есеп. Бізге осындай ондық бөлшектер берілген, осыларды кему ретімен орналастыруымыз керек екен. Так, енді қараймыз. Үтірден кейін одан бұрын айтпақшы. Бәрінің бүтін бөлігін қарайықшы. Мұнда 3. Онда бөлшек бөліктерін салыстыру керекпіз. Енді қараңдар. Мұнда үтірден кейін бір цифр. Мұнда 2, мұнда 2, мұнда 1. Ең көп бізде 2 цифр болып тұр ғой, Мұнда 2 цифр. Мерде 1. Мерде 2 цифр болу үшін соңына 0 жалғай саламыз. Мерде 2 цифр болу үшін соңына 0 жалғаймыз. Сонда қараңдаршы. 3,100-ден 40. Мынау 100-ден 43, 100-ден 34, 100-ден 30. Ең кішісі қайсысы болады? 100-ден 30 болады. Ал ең үлкен қайсысы болады? 3,100-ден 43 болады. Сонымен бізге кему ретімен орналастыру керек болатын болса, ең үлкеннен бастаймыз ғой, Сонымен кему ретімен ең үлкені бізде 3,143.
нүктелі өтір қоямыз. Мынаны жазып қойдық. Одан кейін 3,40, 3,34, 3,30. Солай болмай ма? 3,40 болады. Енді 0 жазбай қоямыз, жай ғана 3,14 деп жазамыз, нүктелі өтір. Мынаны жаздық. Енді мына екеуінің қайсысы үлкен? Мынау үлкен ғой, Осыны жазамыз. 3,34. Одан кейін барып не болады? Мынаны жазып қойдық қой. 3,3 болады жай ғана. 30-дің 0-ін жазбай қоямыз. Осылай болады. Сонда біз берілген ондық бөлшектерді кеміретімен орналастырып жазып қойдық. Енді екіншісінде бізге 5 ондық бөлшек берілген, осыларды өсу ретімен жазуымыз керек, орналастыруымыз керек. Так, тура жаңағыдай, мына жерде бүтін бөліктерін қарайық. 6, 6, 6 бәрінікі бірдей. Енді бөлшек-бөліктерін салыстырамыз сонда. 21, 12, 2, 1, 02. Бәрінде емес, екеуінде жоқ. Мынада 2 цифр, 2 цифр, 1 цифр, 1 цифр, 2 цифр. Бәрінде 2 цифр болу үшін бізге мына екеуінің соңынан 0 жалғау керек, Мына, осылай. Енді бәрін салыстыруға болады. Мынау бізде 6,121, мынау 112, 120, 110, 102 жай ғана. Ең кішісі қайсы болады? 102 емес па? Сонымен 6,102. Өсу ретімен 6,102 ең кішісі. Одан кейін жазып қойдық. 121, 112, 120, 110 болады, 0-ін жазбаймыз, сонымен жай ғана 6,10-нан 1 болады, нүктелі өтір. Одан кейін үлкен 20, 12, 21 дейді. Мынау ғой, 6,112 болады одан кейін. Одан кейін барып 20, сосын 21, яғни 6,120 емес, 0-ін жазбаймыз, 6,12 болады. Одан кейін барып 6,121 болады. Міне, осылай. Өсу ретімен жазып шықтық. 624-ші есеп. Берілген оқиық. 4,145 және 13,101 ондық бөлшектерінің арасында орналасқан барлық натурал сандарды кем ретімен орналастыр дейді. Мен шарт бойынша осындай теңсіздік құрастырдым, қос теңсіздігі, білеміз ғой. X дегеніміз ол натурал сан болсын. Осы натурал сан 4,145-тен үлкен, бірақ 13,101-ден кем болсын. Осы екеуінің арасында орналасқан барлық натурал сандарды біз не істеуіміз керек? Қандай ретпен? Кем ретпен орналастыруымыз керек. Енді былай істейік. 4,145, 4,145-тен үлкен болатын алғашқы натурал сан ол қанша? 5 емес па? Ал 4 мынадан кіші болып қалмай ма? 4 4,145-тен кіші. Сол үшін 4 мынадан үлкен болмайды. Бізге мынадан үлкен болатын және мынадан кіші болатын осы екеуінің арасында жатқан натурал сан керек. Сонымен 4,145-тен үлкен алғашқы натурал сан ол не болады? 5 болады. Одан кейін 6, одан кейін 7, одан кейін 8, 9, 10, 11, 12. Енді қараңдар. 13 жазуға бола ма? 13 мынадан кіші бола ма? Әрине кіші болады, Сонымен нені қосамыз? Берге 13-ті қосамыз. Сонымен бізге қандай ретпен орналастыр деді? Кем ретпен орналастыр деді ғой. Кем ретпен орналастыратын болсақ, керісінше былайынан жазамыз, Сонымен кем ретімен бірінші 13, 12 одан кейін 5. Осылай болады, Болды, сонымен бірінші есеп аяқталды. Енді балалар, так, жерде 13 пен 13,101-ді қалай салыстырамыз, Қалай мына 13 мынадан кіші болады деп ойлап отырсыңдар. Соны бір көрсетіп жіберейін, Мынау бізде 13 болсын, мынау бізде 13,101 болсын. Осы екеуін салыстыруымыз керек, 13-тен кейін өтірі қоя салып, нерге тағы да 2-ні жалғасақ, қалай болады? Бүтін бөлік, бөлшек бөліктен 2 цифр. Бүтін бөлік, бөлшек бөліктен 2 цифр. Мынау бізде 13,100, ал мынау 13,101. Мынау үлкен болмай ма? Сәйкесінше мынау 13 деген сан мынадан кіші. Сол үшін нерге 13-ті қосып қойдық. Түсінікті ма? Мынау енді қосымша түсіндіру үшін сендерге жаздым. Бұны жазбай қойсаңдар болады. Так. Ары қарай. Екіншісі 2,3 және 9,11 ондық бөлшектерінің арасында орналасқан натурал сандарды өсу ретімен жазуымыз керек.
2,3. 2 деген сан мынадан қандай болады? Кіші болады, иә? Себебі жаңа мына жерде көрсеткендегідей, иә? Мына жерде көрсеттік қой, тура сол сияқты былай істеуге болады. 2 мен 2,3-ті салыстырайықшы. 2-ден кейін өтір қойып, нерге 3-ні жалғай салсақ, ештеңе өзгермейді ғой. Сонда мынау бізде 2,0 болады. Ал мынау 2,3. Сонымен мынау үлкен болады ғой, иә? Сол үшін бізге x деген мынау 2,0-тен үлкен сан болу керек, ал 9,1-ден кем болу керек. Мынадан үлкен болу керек, ал мынау 2 бұдан үлкен емес. Сол үшін 2-ні жазбаймыз, иә? 2-ні жазбаймыз. Сонымен нені жазамыз? 3-ті жазамыз. 3 бізде мынадан үлкен ғой. Сонымен 3. 3-тен кейін не болады? 4 болады. Одан кейін 5, 6, 7, 8. Енді 9. 9 мынадан қандай болады? Кіші бола ма? Салыстырайық, 9 және 9,1. Жерге өтір қойып 0 жалғай салайық. Сол кезде мынау 9,0, ал мынау 9,1 болды. Қайсы үлкен? Мынау үлкен ғой, ал мынау кіші болады. Сонда 9 бізде 9,1-ден кіші ғой. Онда жерге 9-ды да қосып қоямыз. Сонымен мына екеуінің арасында жатқан барлық натурал сандарды біз қандай ретпен жаздық? Плюс ретімен жазып қойдық. Түсінікті? Сонымен балалар, бүгінгі есептер аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.